Туған жер анам еркелететін, көңілімді менің көркемететін, қанаты талып жыл құстары да біздің ауылға ерте жететін. Қанаты талып жыл құстары да біздің ауылға ерте жететін. Санамда қалған елесің бекем, сағындым десем сенесің бекем. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесінде екен. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесінде екен. Біздің ауыл Батыр бабамыз Биназардың атымен аталған. Кезінде Көктерек совхозының бөлімшесі болып, кейін өз алдына Хантау совхозы болып ұйымдасқан. 1991 жылы әкімшілік құрылып, Биназар ауылы болып атанды. Ауылымыз аса үлкен емес, бар болғаны 1440 тұрғыны бар. Үлкен жолдың бойында орналасқан. Ауылымыздың тарихы терең, киелі ауыл. Хан Жәнібек пен хан Керейдің Хантауында хандық құрған деген деректер бар. Соның дәлелі Биназар ауылының әкімшілік аймағындағы Хантауында хан Қора, хан Тағы, Ақсүйек деген жерлер бар. Батыр бабамыз Биназар қоқандықтарға қарсы шығып, елін, жерін жаудан қорғап, елдікке, бірлікке шақыра отырып, отырықшылдыққа үйреткен. Осы ауылымыздың қазығын қағып, тоған қаздырып, егін ектірткен. Міне, асыл баба өсиетімен тіршілік кешіп жатқан ауылымыз ынтымақты да бірлікті, тіршілігі мол ауыл болып отыр. Ауылда халықпен бетпе-бет кездесіп, жергілікті мәселелерді шешуге жауапты, ауылдың әлеуметтік және экономикалық әл-ауқатын көтеру, мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру және тұрғындармен тығыз байланыс орнатып отырған округ әкімшілігі жұмыс жасауда. Сонымен қатар, өскелең ұрпаққа жарқын бағдар беріп, білімді, саналы, еліне адал қызмет ететін, патриоттық сезімі жоғары тұлға тәрбиелеп отырған Оражандосов орта мектебі, сондай-ақ Балдәурен бөбекжайы, ауыл клубы, кітапхана, фельдшерлік акушерлік тірек пункті, аула клубы, мал дәрігерлік мекеме, су тарату мекемесі халыққа қызмет жасап келеді. Биназар ауылында кәсіпкерлік те жақсы дамыған. Мал өсіріп, егін салып, тынымсыз еңбек етіп жатқан шаруалармен бірге халыққа қызмет жасап жатқан коммерциялық нысандар да баршылық. 9 жолдың торабында орналасқан асхана иелері жолаушыларға ас әзірлеп берумен бірге ауыл адамдарына жұмыс орындарын ашып, өкіметке қомақты салық төлеп, ел игілігіне өз үлестерін қосып келеді. Сонымен қатар бірнеше сауда нысандары да бар. Сапалы азық-түлікпен ауыл тұрғындарын қамтамасыз етіп отырған дүкен иелері халықтың алғысына бөленіп жүр. Ауылымыздан аудан, облыс, республика көлемінде еңбек еткен адамдардың шыққанын мақтанышпен айтамыз. Олардың қатарында Ысқақов Біттімбай, Көкбаев Аманжол, Мешітбаева Сәуле, Майқанов Жәнібек, Сабыров Горки, Тоқбаева Анел, Әйтішев Әскербек, Шаңлақбаев Рысманап бар. Сондай-ақ екі бірдей социалистік еңбек ерлері Біртаев Құдайберген мен Шәріпбаев Шоман шыққан. Және ауылдан 6 ғылым докторы, 7 ғылым кандидаты, 4 спорт шебері, 3 спорт шеберлігіне үміткер бар. Елімізге әйгілі қаламгерлер Оңғарбаев Болат, Әбішев Болатбек, Қадықов Берікбай, Ертаев Әкебайлар да осы ауылдың тумалары. КСРО денсаулық сақтау ісінің үздігі Мешітбаева Лизаның салдырған мешіті ауылымыздың көркін ашып тұр. Ауылымыздың Мойынқұм ауданының құрметті азаматтары Шәріпбаев Шоман, Зинаділова Айман, Мешітбаева Сәуле, Жапаров Берікбол, Тайлақбаев Назымхан, Мұқашева Мақпал және Оспанбекова Нұргүл Құлтайқызы.
2024 жылы Мойынқұм аудандық әкімшілігі мен мәдениет үйінің демеушілігімен әжелеріміз қасиетті Түркістан қаласына барып келді. Ауылымыздың дарынды жастары Қияш Бақытжан, Қаржаубай Гүлдана, Мирахан Айшолпан, Жеңіс Іңкәр, Мырзабай Жанерке сынды ұл қыздарымыз түрлі ән байқауларында жүлделі орындарға ие болса, Арнал би студиясы құрамының мүшесі Зейнеғазы Аяру Түркияға, Дубайға, Қырғызстанға, Өзбекстанға барып бас жүлделерді иеленіп келді. Асқар Досымжан, Қазақ ұлттық университетінің студенті. Оқу барысында ТМД елдері бойынша үздік студент медалін алып, университеттің президенттік шәкіртақысы тағайындалды. Сонымен қатар ақш-қа тағылымдамадан өтуге жіберілді. Міне, ауылымыздың тіршілігі осындай. Туған жердің күні де ыстық, күлі де ыстық демекші, әлемде талай керемет жерлер бар болса да, бірақ біздер үшін ең қымбат, ең қасиетті мекен біздің ауыл Биназар. Жетеді мейірімділік мекені, аяғы тиген адамның басында бағы екелі. Адалдық десе есіме ауылым түсіп кетеді. Сабырлық сыйлап шанаға, көңілі ұқсап далаға, сыймаған мынау қалаға жанымның адамдық бәнір ашалған, адалдығымен жасарған, жақсылық жасап